Барлықтарыңызға сәлем. Бірнеше күн заказдан қолым босамай жүріп еді, чатқа кіріп қоямын. Осындай сұрақтар қаптап кетіпті. Қыздар білмей жатқан сияқты. Сол үшін тезірек видео түсіріп жібердім сіздер үшін. Мына жерде бірінші ноутбугымды қосам, артынан принтерді қостым. Шнурын жалғадым. Принтер мен ноутбуктың состояниесіне мән бермей қойыңыздар. Бұны сүртетін уақытым болмады. Ноутбукты қосып алғаннан кейін пускқа кіреміз. Менде Windows 10. Сіздерде қандай екен білмеймін, но принцип работы одно и то же. Пускқа кіргенде параметрді басасыздар. Параметрдің ішінде устройство, принтеры деген таңдайсыздар. Принтер деп міне. Осының ішінде L805 управление деп басасыздар. И осының ішінде настройки печати деген таңдап басасыздар. Бұның ішінде сервис деген таңдау керек. Сервисте проверка дюз деген болады. Бізге керек соны басасыздар. Сол кезде шығады. Убедитесь, что есть бумага на лотке деп. Менде жоқ екен. Мен алдымда бумагамды салып алдым. Енді қазір проверка жасаймыз. Проверкаға жібергенде мынандай окно шығады. Печатать деп айтқан кезде осындай окно шығады. Если хорошо, ешқандай пробелсыз болады на цветте. Если плохо, значит необходима прочистка. Осындай болып шығады қағазда. Ал печатьқа жібереміз. Сіздерге бір лайфхак. Принтердің осындай бір жері бар, қағаз шығаратын. Соны егер осы ашып қойсаңыздар, көп заказ түскенде қағаздарыңыз жерге сусылдап түспейді. Мен басына білген жоқпын, жерден теріп жүретінмін. Так, қағазым шықты. Міне бәрі менде дұрыс. Ешқандай пробел ештеңе жоқ. Но мен все равно қазір прочисткаға жіберемін. Прочистить дегенді басамын. Сол кезде менде принтерім прочисткаға кетеді. Себебі мен заказ көп алдым. Көп заказ алғанда арасында осы тазалап тұрған жөн. Жиі тазалап тұрғандарыңыз жөн. Және де тағы да бір айта кететін жайт, ол мына черниланың уровені. Каждый принтерді печать еткен сайын проверьте уровень чернил дейді. Осылай тексересіздер на глаз. Менде мысалы қызыл бітіп тұр, ол осы мына меткаға жеткен кезде мен сыртынан үстінен, то есть краска құям. Солай білуге болады оны. Ал егер ол меткадан асып кетіп, краскаңыз бітіп қап, сіз байқамай қалсаңыз, YouTube'ға кіріп, не прочистка воздуха Epson L805 деп іздеп терсеңіздер, көп информация шығады, неше түрлі видео шығады. Соның біреуін қарап, қалай тазалау керектігін көрсеңіздер болады. Және тағы да бір айта кететін жайт, көп қыздар білмейтін сияқты, қалай печатьқа дұрыс жіберіп керектігіні. Ол үшін міне мышканы сол жағын басасыздар да, печать дегенді басасыздар. Сол кезде мынандай параметрлар осылай болу керек сіздерде де. Принтер L805 немесе Canon, қандай принтер сіздерде сондай бар, соны таңдап қоясыздар. Размер бумаги А4, качество высокое, тип бумаги Epson Premium Glossy обязательно. Потому что глянцевый бумагамен жұмыс жасаватсыздар сіздер. Және де мына жерде без полей дегенді таңдасаңыздар, ол получается без полей шығарып береді. Олар көбіне календар, постер, шоколад оберткасына керек. А егер таңдамасаңыздар, получается ол с полями шығарады. Ол көбіне банбанеркаларды с полями шығару керек. И мына жерде количество, то есть таңдайсыздар да, печатьқа басасыздар, шығарасыздар. Тағы да бір жолы міне көрсетіп отырмын. Фотоны ашып аласыздар. Сол кезде үстіңгі жағында мынандай печать деген принтердің суреті тұрады. Соған басқан кезде тоже те же самые параметры сол қоясыздар. Альбом болса альбомный, мына жерде менде шаблоным книжный. Книжныйға ауыстырып аламын. Количество, тип бумаги бәрін таңдаймын. Астыға түскен кезде мына жерде другие параметры деп тұрады. Сол жерден ашқан кезде качество печати деген осы жерде тығылып тұр. Осыдан таңдап аласыздар, высокий деп, обязательно высокий таңдау керек. И то же самое без рамки, с рамки деген функциясын таңдап аласыздар да, печатьқа жібересіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер видео полезный болса, сіздерден комментарий күтемін. Күндеріңіз сәтті өтсін.